машинасы бар бүкіл достарыңызға, таныстарыңызға жіберіңізші бұл ақпаратты. Страховкасы жасап тұрма, істемей тұрма, қай жерде стройып өтіп кетті ме, әлде бар ма әлі уақыты қанша, соны білу үшін ЭЦП кредит керек. Ішіне кіресіз. Кіргеннен кейін қараңыз, мына жерде таможенный и налоги деген бар. Соған басасыз. Таможенный налогының ішінде экономика и финансы деген бар. Соның бөліміне кіресіз. Сосын қараңыздар достар, экономика финансы көрініп тұр ғой барлығы, иә? Міне, мына жерде полезная информация деген жер бар. Соны показать все полный көріп ашып аласыз да. Қараңызшы, мына жерде мынандай сөз бар. Получение кредитных или страховых отчет из кредитного бюро с государственным участием деген бар. Соның ішіне кіреді. Соның ішіне кіргеннен кейін мынандай ақпараттар бар. Соны мында қарап отырсаңыздар, нақты оқып жатсаңдар, история в разделе история страхования на сайте государственного кредитного бюро по ссылка такой деген кезде сол ссылкаға баса қоясыз. Ссылкаға басқан кезде жаңағы первый государственный кредитный бюроға кіреді, соның ішіне физлицоға басып, қайтадан жаңа ЭЦП кілтіңізбен кіресіз. Міне, енді ЭЦП-мен кіргеннен кейін сізді қош келдіңіз деп тұрады. Міне, история страхования деп тұр. Міне, проверить наличие страхового полиса. Соны баса қалсаңыздар, міне, мына жерде уникальный номермен тауып алуға болады, страховканың номерін білсеңіз, болмаса өзіңіздің иініңізбен гос номеріңізді жаза қоясыз. Мына жерге ең оңайы сол өз иініңізді және машинаның гос номерін жазамыз. Береміз, полисіміз бар ма, жоқ па. Мына жерде шығып тұрып көрдіңіз ба? Статус договора действующий дейді. Яғни сізде страховка әлі жұмыс жасап тұр деген сөз. Егер осылай болатын болса, оны енді нешесіне дейінсе тұр, оны қалай тексереміз? Ол үшін егер действующий деп тұр ғой, значит, онда ары қарай страховой полисті тауып алу үшін мына жерге страховой отчеттің ішінде страховой полис деген бар. Соны басып қалған кезде сіздің иіңіз бен машинаңыздың номері тұру керек міндетті түрде. Ары қарай подписайтесь, ЭЦП деп жасайсыз. ЭЦП-мен қол қойғаннан кейін ваш отчет успешно сформирован деп шығып тұрады да. Сосын загрузканың ішіне кіріп, жаңағы отчетты ашып көре қоясыз. Міне, қай жақта, қай компанияда уникальный номеріңіз, қай машина және қашан басталды, нешесіне дейін барлығы көрініп тұрады. Ақпарат пайдалы болса, онда менің парақшама міндетті түрде тіркеліңіз, комментарияңызды, лайкыңызды аямаңыз. Осындай пайдалы ақпараттардан жібере алмау үшін міндетті түрде жазылып қойыңыз.